Армысыздар құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Аудандық әкімнің жиналысынан 3 сағат болып, жамбасы орындыққа жабысып қала жаздаған директор Алтай Нариманұлы мәдениет үйінен шыға бере, машинасына жылдам-жылдам келіп, есігіндегі құлыптайтын құлпына кілтін сұғып жатты. Артынан тық-тық басып қалмай ілесіп, ауылдас жеңгесі әрі оқу ісінің орынбасары завучы Замира да келіп, лезде артқы орындығына жайғасты. Екеуі қала ішіндегі бір шағын кафеден тамақтанып алды да, ауылға қарай жолға жылдам шығып кетті. Алтай Нариманұлы жас директор Астанадағы дөкей көкесінің қолдауымен директорлыққа отыра салды. Негізі сырттай білім алған бұл осы өзі басшылық жасап жүрген мектепте дене шынықтыру пәні мұғалімі болатын. 2 жыл мұғалім болып жұмыс жасап жүргенде көкесі бір күнде-ақ жап-жас, үйленбеген әрі сырттай оқыған осы інісіне мейірі түсіп, бірден директорлық креслоға отырғыза салды. Мұғалім боп зорға жүрген Алтайға бұл орын әзірге жайлы болып тұрған жоқ. Бітпейтін отчет, жиналыс, ауданға салпақтап бара беру, әсіресе отчеты қинайды. Сол үшін осы жеңгесі Замираны қасынан тастамайды. Ол бұрыннан осы мектепте бәленбай жыл завуч болған жақсы маман. Үлгілі мұғалім. Жеңгелі қайнылы екеуі шапқылап жүріп, арада құштарлық оянып, аяғы екеуі ойнас болып тынды. Бүгінде сол жиналыстан асығып шыққаны да осы еді. Ауылға барамыз деген бір ауыл әйеліне мыңсылтау айтып, сытылған екеуі қаладан тез-тез шығып кетуге асықты. Шағын кафеден тамақтанған екеу бір уақытта ауылға барар жолда зуылдап кетіп бара жатты. Бұл кез қонақ үй жалдамалы пәтер онша көп бола бермейтін уақыт еді. Екі ойнас үнемі жол бойында кеңес заманынан қалған үлкен иесіз қалған қораға барып, машина ішінде білгенін жасайтын. Негізі Алтай үйленбеген ұяң жігіт еді. Оны ауыздандырған да жеңгесі Замираның өзі. Тарификацияға көмектесіп отырып, жұмыстан кеш қалып жүріп, екеуі бір-біріне ынтық болды. Балалы шағалы, әп-әдемі күйеуі бар Замира өз еңбегінің ақысын төсек арқылы алуды көздеді. Оның да өз себебі бар. Өз күйеуі әп-әдемақ, бірақ кейінгі кезде жасы 50-ге жақындап қалған оның күйеуінің төсекке деген белсенділігі азайып кеткен еді. 10 шақты жас кіші Замираның нағыз тулап тұрған шағы. Күйеуінен көп нәрсе, ұзақ шабыс қалайтын оған. Кейінгі кезде ол мүлдем жоламайтын болып кетті. Өзі де момын, бір тоға байы, өзімен өзі. Ақша көбірек табатын, пысық, болымды әйеліне еш нәрсе де айта алмайды. Екеуінің отбасылық өмірі тыныш, арада 2 ұлы, 1 қызы бар. Осы бір жағдайын директор қайнысына айтқан Замира ашықтан ашық өзі ұсыныс жасап, бойдақ жігітті уысына тез-ақ түсірді. Алтайға да бәрібір, 2 жұмысы да бірден бітеді. Несі бар, отчет жабулы, әрі белінде уақытлы босатып алады. Осыны ойлаған ол, еш нәрсеге мән бермей, мәз болып жүре берді. Замира жеңгесі 3 рет туса да, реңін де, қалпын да бермей сақтаған сүйкімді әйел. Екеуі ескі базға жеткенше сипаласып, өліп-өшіп келді-ау. Жаңа жұмысыңа көрімдік деп, көкесі берген су жаңа семерканың артқы терезелерін қараңғылатып алған Алтайға бұл машина жақсы қызмет қылатын. Жарты жолға жеткенде
Жолдан әжептәуір қашықтықта орналасқан базға қарай зуылдап, баклажан түстес семерка шаңдатып кетіп барады. Жолға еш көрінбейтін етіп машинасын қойған екеу, машина ішінден ескі төсек жапқышты алып, көк шөп үстіне төсей сала, соның үстіне ұмар-жұмар құлады. Жас болса да, денелі келген, өңкейген бойдақ жігіт те өліп барады. Ал Замира өз байы бола тұра, оның туыс інісі мен бойында күш-қуаты тасыған жігітке шыдай алмай, өзі асыла кетті. Екеуі жас қыз бен жігітше аймаласып сүйісіп, біраз аунаған соң, Замира өзі-ақ қайнысының белдігін шеше бастады. Осы жері Алтайға да қатты ұнайтын. Өзі бірінші бастаған әйел белдікті босата сала, шалбарды сыпырып тастап іске кірісті. Онша ойына қоймаған, жолда бір қақиып барып, жұмсарған сайманды астындағы екі жұмыртқасымен қоса уыстап сипалап, қайнысын бабына келтіруге кірісті. Қайта жан біткен темірдей қақиып қалған сайман үстіне өзі бұтын сыпырып тастап, жеңгесі атқа жайдақ мінгендей қарғып мініп, ал шапсын кеп. Екеуінің кездеспегеніне бір аптадан асып, екінші аптаға да жеткен. Әбден сағынған жеңгесі бар тізгінді өз қолына алғаны да содан. Айдалада барынша ыңқылдап, жан даусы шыққан Замираның білдей бір мектеп завучы деп кім айтады. Мектепте қаталдығымен аты шыққан ол төсекке келгенде әлсіздігін танытты. Екеуінің де үстінде киімі бар, бұтында лыпа жоқ. Әрі Алтайдың жуан, көлемді сайманы келіншектің есін алатын. Саған тиген қатынның не арманы бар деп қайнысын алмаған қатынынан қызғанатын. Менің күйеуімдікі жіңішке әрі кішірек, о баста ұнамаған деп бір жолы шынын да айтып салды. Сөйтсе бұл жеңгесі жоғарғы оқу орнында оқып жүрген кезде-ақ етегі ашылып, біраз жігітпен төсектес болған әккі екен. Ауылға келіп, жұмысқа тұрған соң дипломы бар деп, осы күйеуі алып қашып кеткен екен. 5-10 тұяқ малы бар, жұмысы жоқ ағасы, айлығы жақсы, мұғалім қызға содан еш әңгіме айта да алмаған секілді. Қыдырып, біраз нәрсе көрсе де, оған көз жұма қараған секілді. Қайнысының үстінде біраз шапқан Замираның екі шаты талып, әлі құрып, қайнысының үстіне құлап түсті. Енді Алтай белсенді болып, жеңгесіне өзі шабуылдады. Жалаң төсеніш жұқа болып, екеуі машинаға тақап келіп, соның алдыңғы капотына Замираны еңкейтіп жатқызған ол, жеңгесінің арт жағынан тұрып, әйелдің оттай ұясына өзінің сайманын соққылай берді. Осыны аңсаған Замираның енді бәсең, бірақ бір қалыпты ыңырсыған даусы есін алып жатты. Ол болса капотты қос қолымен құшақтап алып, жауға қарсы тұрған батырдың қалқанындай қатты да қалды. Ал Алтай қатып қалған қалқанды бәрібір бұзамын дегендей бар пәрменімен оны итере берді. Бар құмарын осылай қандырған екі ойнас біраз отырып, ентігін басқан соң киініп алып, жан жақты бағдарлап, жолға жақын маңда машина көрінбеген соң барып, үлкен жолға шығып алып, ауылға қарай зуылдады. Екеуінің бұл жүрісінен сезіктенген ауыл адамдары екеуінің жүрісін сөз ете бастады. Оған себеп екеуінің үнемі артық адам алмай саяқ жүретіні еді. Қанша өтінсе де ауданнан көлік аз жүретіні екеуіне күдік туғызды. Мұны бірінші естіген өсекші еркектер Замираның қайын ағалары еді. Күйеуіне айтып, тып-тыныш жүрген оның миын жеп, ақыры Замираны көгала қойдай етіп ұрғызды. Бұған ызаланған келіншек 3 баласын алды да ауылдан тайып тұрды. Отбасы бұзылған Замираның күйеуі ауылдан өзі де 6 айдай салпақтап жүргеннен кейін
әйелінің соңынан қалаға кетіп қалды. Замираға барып жаздым, жаңылдым деп қайта қосылып алды. Замира болса қалада бір мектепте жап-жақсы мұғалім, бірақ онда да өзіне бара салып көңілдес тауып алған. Балалары үшін күйеуін үйіне кіргізіп кешірді. Күйеуі қалада жұмыс тауып заводқа кіріп алды. Суткамен жұмыс жасайды. Замираға еш соқтықпай, әбден сағынған ұл қызын еркелетіп, солардың айтқанын істеп әлек. Ал әйелі жаңа көңілдесімен қалаған уақытында қонақ үй ма, жалдамалы сағаттық пәтерде ма кездесіп, армансыз мауқын басып алады. Кешке қарай түк болмағандай үйіне келіп отбасына еге болады. Ал директор болса, өзі де бүгінде көп нәрсені үйренген, отбасылы, бала шағасы да бар, бірақ өзінің әйелі де қылмыңдаған қудың бірі болып кездесті. Кезінде Замира екеуі мазақ қылған ағасы сияқты, енді өзі де төсекке қауқары жас болса да азайған. Әкімшілікте жұмыс жасайтын келіншегі сол жердегі үйлі баранды әкімнің шоферімен шатасып жүргенін әлі ести қоймаған-ау. Өз әйелі жеңгесі Замирадан асып түспесе кем емес еді. Сол әкімшілікте отырған мал дәрігерімен де басқа да жас қайындарымен көңіл көтеретін арсыз әйел. Бүгінде қылмыңдап әлі де сол жұмысында ауылдың еркектеріне әйгілі болып жүр. Істегені өз алдына келген Алтайдың мұны естімеуі мүмкін емес, немесе өте намыссыз еркек екен. Әңгіменің соңы.